Қазақстан Республикасының алғашқы ата заңы 1993 жылғы 28 қаңтарда қабылданды. Алайда елдің саяси құқықтық жүйесін жетілдіру қажеттілігіне байланысты жаңа конституция қабылданды. 1995 жылғы 30 тамызда Қазақстан Республикасының конституциясы жалпы халықтық референдум нәтижесінде қабылданып, 5 қыркүйектен бастап күшіне енді. Ол 9 тараудан және 99 баптан тұрады. Конституцияда Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтыратыны атап көрсетілген. Мемлекеттің ең қымбат қазынасы адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Қазақстан президенттік басқару нысанындағы біртұтас мемлекет. Мемлекеттік билік Конституцияда заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына бөлінеді. Конституцияда Қазақстанның тәуелсіздігі, аумақтық тұтастығы, мемлекеттік тілі мен рәміздері, билік тармақтарының бөлінуі, адам құқықтары нақты көрсетілген. Адам және оның құқықтары ең жоғары құндылық ретінде танылған. Бұл құжат елдің тұрақты дамуы мен әділ қоғамның кепілі. 30 тамыз Конституция күні жыл сайын мемлекеттік мереке ретінде аталып өтіледі.